шуламаймыз. Тақтаға назар аударсақ, бүгінгі тақырыбымыз, кіре қойрасу. Бүгінгі тақырыбымыз әке отбасы тірегі. Кез келген отбасының тірегі де сүйеніші, қамқоршысы, ол біздердің әкелеріміз, Олай болса, әкелеріміздің мамандықтарына сәл тоқтала кетсек. Мысалы, Мадияр, сенің әкең кім болып істейді? Энергетик. Энергетик, жарайды. Абзал? Мұнайшы. Фариза? Менің әкем әскери қызметкер. Әскери қызметкер, жарайды. Іңкәр, сенің әкең ше? Дәрігер. Дәрігер, өте жақсы. Айзере, сенің әкең кім болып істейді? Механик. Механик. Ислам? Менің әкем полицейский. Полиция қызметкері бәрекелді. Жарайды, ендеше келесі сабақта 25 желтоқсан күні әкелерімізді мамандықтармен жақынырақ танысу үшін осы жаққа шақырайық, Олай болса, Мадиярдың әкесін, Іңкәрдің әкесін және Исламның әкесін шақырамыз. Адамзат тарихы басталғаннан бері дерт пен дауа қатар өмір сүріп келеді. Дауаның дәнекері дәрігер. Ғасырлар ауысты, технология дамыды. Алайда дәрігердің басты қаруы өзгерген жоқ. Ол мейірім, білім және жауапкершілік. Күнбе-күн әлемнің әр бұрышында мыңдаған дәрігер майданға шығады. Олардың мақсаты өмірді қорғау. Бұл фильмде сертіне берік, антына адал жандардың шынайы тарихы баяндалады. 2024 жыл 25 желтоқсан адам баласы қадірін білмейтін көп тыныш күндердің бірі секілді қалыпты басталған. Қыстың қысқа күні сәскеге таяған кезде. Бір уақытта ұшақ құлады деп айтты. Орымыздан ат тұр, 3-4 әріптесіміз болып көлікке мініп алып, қай жерде деп едік, Ақшұқырдан алыс емес жерде деді. Біздің полиция департаментінің қасына өтіп бара жатқан екен. Сол тұстарда премьер-министрдің орынбасары Бозымбаев Қанат Алдаберген телефон соқты. Не болып жатыр деп мен айттым, осылай ұшақ құлады деген хабар келіп жатыр. Сол жаққа шығып кеттік деп. Адам шығыны бар ма деп сұрады, мен білмеймін дедім ол кезде. Содан кейін бір 3 минут өтті ме, өткен жоқ па? Расында самолет құлап, апат орын алды. Президент тапсырма берді. Қазақтығымызды көрсетіп, қазақтың кім екенін көрсетіп, бәрін ұйымдастырсын, барлық қызмет салаларын қоссын деді. Сосын қанша уақыт бар жетуіне деді. Мен 15-20 минутта жүретін шығармыз дедім. Барғанша Қанат Алдабергенұлы бір 5-6 рет телефон соққан шығар. Жеттің ба? Не болып жатыр айтты. Мен де қазір ұшайын деп жатырмын. Премьер-министр тапсырма берді. Біз үкіметтік комиссия шұғыл түрде құрып Ақтауға ұшамыз деп сөйдеді. Қанат Бозымбаев, Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, ұшақ апаты бойынша құрылған үкіметтік комиссияның төрағасы, хабарды естіген сәтте ұшаққа отырып, Ақтауға ұшқан. Қанат Алдабергенұлының төтенше жағдайлардың алдын алу мен салдарын жою бағытындағы орасан зор тәжірибесі бізге қатты көмектесті деп еске алады Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Игілікұлы. Бозымбаевтың іскерлігін күллі Қазақстан мойындайды. Бұндай бесаспап кадр кез келген үкіметтің бақ екені даусыз. Ақтау түбіндегі апаттан кейінгі іс-қимылдарда да Қанат Алдабергенұлының қайраткерлігі қапсыз танылды. Ауқымды халықаралық сұрақтардан бастап, ауруханадағы науқастардың жағдайына дейін Бозымбаевтың бақылауында болған. Тып-тыныш атқан таңның, керемет күннің, мереке алдындағы көңіл күйдің бұзылған сәті сәске. Дәл уақыты 10 сағат 58 минут екен. Это диспетчерская Мангыстауской областной скорой помощи. 24 года, 25 декабря, был звонок с аэропорта Актау о чрезвычайном ситуации. Этот звонок был принят мною. Алло, скорая, саламатсыз ба? Доктор диспетчер Габасова. Сол күні 25 желтоқсан күні мен аға дәрігер ретінде кезекшілікте болдым. Сағат 10:58-де 103 пультына қоңырау түсті. Содан біз 2 бригада, Ақтау қаласынан 2 бригада жібердік. Олар аэропорт маңына жақындаған кезде бізге хабарласты. Мұнда үлкен апат болып жатыр, бізге көмек керек деп. Содан біз Ақтаудан, Түпқарағаннан, Мұнайлыдан
барлық бригадаларды жұмылып 21 бригада сол апатқа жібердік. Жедел жәрдем қызметіндегілер жақсы білет. Адам өмірі қыл үстінде тұрған кезде 1 минуттың өзі көп нәрсені шешеді. Сондықтан олар әр сәттің бағасын білет. Әр секундтың қадірін түсінеді. 10:59-да бірінші дәреже шақырту түсіп, аэропорт маңына 11 минутта жетіп барып, апаттық жағдайда көріп, адамдар саны өте көп болды, науқастар саны өте көп болды, жарақаттанғандар көп болды. Біз алғашқы барған бригадалар науқастарды сорттап, келесі келген бригадаларға алғашқы көмектерімізді көрсетіп, жұмыс жасап, науқастарды облыстық ауруханаға жеткіздік. Адамды тұлға ретінде өсіретін қиын жағдайлар, екіталай шақтарда ақыл табу, қию қашқан істердің қисынын келтіру өлшеусіз дамытпақ. Ал дәрігерлер қиындықпен күн сайын емес, сағат сайын бетпе-бет келетін жандар. Жай қиындық емес, таразда адам өмірі тұратын салмағы 1000 батпан қиындық. Оқиға болатын күні Маңғыстау облыстық ауруханасын басқарып тұрған Руслан Бекібаев біздің қызметкерлер сол күні сол апатқа алдын ала дайындалғандай өте шапшаң әрі салқынғанды қимылдады. Бұның аты кәсібилік, бір жағынан үлкен мақтаныш деп еске алады. Қабылдау бөлімінде жедел ішке жүгіріп, орынбасарларды жинап, бөлімше меңгерушілерін жинап, кішігірім жиналыс өткіздік. Мен біздің үйреткені бойынша бізде военно-полевая хирургия деген сабақ болатын институтта. Сол тақырыптағы білімімізді жинақтап, ауруханадағы жүре алатын, үйге шығаруға болады деген науқастардың барлығын шығаруды бұйырдым. Неге десеңіз, біз деген көп адамға дайын болған, біздің алдын ала айтқан ойынша 100 шақты адам деп. Содан прием покойға адамдарымызды жинап, барлық қолымызда күшті жұмсап, дәрігерлер бар, медбикелер бар, кіші қызметкерлер барлығын аурухананың қабылдау бөліміне науқастарды қарсы алуға біз дайын болдық. Бұл облыстық аурухана үшін нағыз сын сағаты соққан сәт еді. Басшыдан бастап қатардағы медбикеге дейін кәсіби шеберлікті, қызметтік жауапкершілікті көрсетер кез туғанын кәміл түсініп, қапысыз дайын тұрған. Пациент келген кезде, мынау бірінші пациенттен бастап қолына байлайсың, мына жерге жазасың, бірінші пациент, әйел адам ба, ер адам ба, соны жазасың. Сосын национальность, примерно возрастын несін, сосын қай неге барды зонаға, красный, желтый, зеленый, сосын сол жерде тұрып дәрігерлердің қойған бірінші нелері, қандай повреждение бар, травмасы қандай, реанимацияға бара ма, рентгенге бара ма, КТ-ға бара ма, қандай анализ алып, осы пациент туралы түгел данныйларды жазасың. Сосын документтер шығып, идентификация болған кезде мынаның барлығын сол пациенттің историясына енгіземіз. Екінші пациентке шолпан кел, қағазды ал, бет қағазды бер. Екінші пациент келген кезде сен коляскамен жүре ма, каталкамен жүре ма, қасында боласың. Екінші пациент деп жазасың. Әйел адам ба, ер адам ба жазасың қасына. Сосын қай зонаға барасыңдар бірінші. Тяжелый болса красныйға. Сосын сол жерде травматолог, хирург, бәрі келеді ғой. Қандай анализ береді, қандай обследование береді, КТ, рентген, не істеді, барлығын жазасың, сосын қай отделение кетті. Паспорты келіп идентификация болып жатқан кезде, осыны түгел данныйларын историяға енгізесіңіздер, кімеске қазір. Сөйтіп, әр науқасты до конца сопровождать етесіңіздер, сосын ең соңғы отчетты бізге келіп бересіз. Амина Бердіхановна компьютерде отырып, бәрін база данныйды енгізіп отырады, түгел данныйды. Облыстық аурухана кемінде 100 науқас келеді деп күткен. Дайындықта осы ауқымға сай болған. Қабылдау бөлімінің 3 деңгейде күнделікті әзірліктен төтенше жағдай кезіндегі тәртіпке көшіріліп, ең қажетті заманауи медициналық құрылғылармен жабдықталады. Әр деңгейді бақылайтын жеке дәрігер бекітіліп, жедел жәрдеммен жеткен науқастар жарақат деңгейіне сай сұрыпталады. Алғашқы көмек көрсетілгенде біздерде бөлінеді, жарақат пункті бөлінеді, сосын қызыл аймақ деп бөлінеді. Жарақат пункті бөлінген, оларға жеңіл желпі, жаңағыдай бір сынығымен, екі сынығымен, сырылған жарақаттарымен көбіне келгендер. Ал қызыл аймаққа ауыр дәрежелер, мысалы, сүйектер ауыр сынған, мысалы, қанап атқан, солардың бәрі сол қызыл аймаққа кіргізілді. Бүткіл жансақтау бөлімінің реаниматологтары барлығы да жұмыс істеді. Енді келген адамдардың данные болған жоқ келген кезде, нумерация бойынша жұмыс жасады. Келгендердің бәріне номерлер белінде, мысалы. Шынайы медицинаның шыңы ғылым мен мейірімнің түйіскен жері. Технологияның қарыштап дамыған шағында да
ең қымбат дәрі адамгершілік болып қала береді. Себебі кей науқасқа рентгеннен бұрын үміт, рецепттен бұрын жылы лебіз, емінен бұрын жанашырлық қажет. Маңғыстау облыстық ауруханасының бас медбикесі Лунара Ихсановамен танысқан сәтте біз осын ойладық. Науқастарымызды бөлімшеге орналастырып, моральдық тұрғыдан да көмек көрсеттік. Қолымыздан келгенше шай тамағымызбен бөлістік. Киім кешегімізбен бөліскенде моменттер болды сондай. Штаттан тыс режимде жұмыс жасадық, 60 сағаттап 2 суткаға дейін үйімізге бармадық. Адамгершілікке салындық, барлығымыз жылы лебізімізбен, ықыласымызбен. 4 баламды көрмей, осы жерде ол кезде семьяны да ұмытып кетеміз ғой. Барынша сол пациенттерге көмек көрсетіп, соларды аман алып қалу, ойымыз тек акцентіміздің барлығы сол науқастар болды. Звондап сұрамады ма, қайда жүрсің мама деп? Сұрады ғой, иә. Жанашырлыққа жауапкершілік қосылған сәт. Апат хабарын естіген Маңғыстаудағы бүкіл жауапты сала басшылары тегіс хабардар болып, қолдағы күштің барлығы апат болған тұсқа жұмылдырылды. Аянып қалған ешкім жоқ. Төтенше жағдайлар департаментінің құтқарушылары, ішкі істер департаментінің қызметкерлері, өрт сөндіру техникалары, ұзын мойын крандар, тіпті тікұшаққа дейін сақадай сай тұрды. Бұл жауапкершілік, бұл кәсібилік, бұл қысылтаяң қиын шақтарда сабырды жоғалтпай, салқынғанды қимылдау. Жұмысты жедел әрі шебер ұйымдастырудың озық үлгісі еді. Тағы бір айта кеткім келген жайт, мына біз ұшақ апатына келген науқастарды қабылдау кезінде енді басқа да науқастар келіп отырған болатын. Сол кезде біз айттық, мына жерде ұшақ апатына дайынбыз, сізді қабылдай алмаймыз. Сіз енді әрине ауыр науқас болса қабылдап отырмыз. Жеңілдеу науқастардың барлығын басқа клиникаға баруды өтіндік. Сол кезде менің таңғалдырғаны халықтың сол түсініп, менің науқасым ауруым ондай қатты емес, мен әзірше басқа клиникаға бара тұра аламын деген сияқты. Іңкәр қызым, ана, сендердің жиналысқа бүгін мен өкінішке орай қатыса алмайтын болдым. Өзің де жаңалықтардан естіп біліп жатқан шығарсың. Келесі жолы міндетті түрде қатысуға тырысамын, қызым. Бұл жерде уақыт ұғымы өзгереді, ой өзгереді. Мұнда өткенің туралы ойлау мағынасыз, болашағың жайлы ойлауға тым ерте. Мұнда тек осы сәт үшін майдан бар. Адамның дәрменсіздігі мен құдіреті түйісетін тұстың бірі осы. Науқастың ең дәрменсіз шағы, ал дәрігердің ең жауапты сәті қатар жүретін мекен. Реанимацияда атақта, байлықта көмектеспейді. Ажалмен арада нәзік перде ғана қалған сәтте шыбын жанға араша болатын дәрігер ғана. Мен сол жағдайды естіген кезде бізде енді осы жансақтау бөлімін, осында жатқан науқастарды тез жағдайы тұрақты науқастарды бөлімшелеріне ауыстырып, біз енді әуе апаты дегеннен кейін біз ойладық, енді бірнеше адамдар келуі мүмкін деп, сол себептен көп осы жердегі жансақтау бөліміндегі орындарды дайындай бастадық. Ең алғашқы науқастарды бірінші көмек көрсетіліп, жаңағы өкпесін жасанды жетелеу аппаратына қосып, одан керекті зерттеулерімізді жасап, қан талдау анализдері, сол жерден біз айтамыз ғой, КШС анализдерін алып, сосын астынан өкпелерін, керекті ағзаларын рентгенге, УЗИ аппараттарына түсіріп, жағдайы ауыр науқастарды тездетіп осы жансақтау бөліміне көтере бастадық. Бақытжан Ырысұлы облыстық ауруханада 14 жылдан бері қызметте.
небір төтенше оқиғаларды көзбен көрдім, алайда ұшақ апаты дегенді бірінші рет естідік, бірінші рет көрдік. Өте үлкен сынақ болды деп еске алады. Жалпы Бақытжан дәрігері басқаратын реанимация бөлімі 37 науқасқа арналған екен. Апат хабарын естіген бойда шұғыл шешім қабылдап, бөлімде жатқан сәл беті бері қараған науқастарды палатаға ауыстырып, 15 орын дайындап қояды. Осы 15 орынға 11 науқас кеп бірден түскен көзде бөлім басшысы жүрексініп қалғанын да жасырмады. Бір мезетте, бір осындай уақытта жаңағыдай 11 науқаспен алып кеп бірден былай неге салған кезде ол өте қиын жағдай. Сол себептен ол шетіне мысалы науқас түсіп, жаңа бір-екі науқас түсіп, сен ақырындап ауыстырып, оның емін бәрін беріп, ол күнделікті жұмыс қой. Ал жаңағыдай бір мезетте келіп, оның үстіне жаңағыдай аты жөнін білмейсіз, күнделікті оларды енді қарап отырдық. Өйткені оларда гемодинамикасы тұрақсыз болды, біреуінің қаны түсіп жатты, қан құйып жатырмыз, плазма құйып жатырмыз. Сол себептен қайта операцияға алған науқастарымыз болды. Осы жерден келіп, астынан енді бірінші көмек көрсетілді. Мына жағаққа келген екен біз қайтадан тексерулер жүргіздік. Бастан аяқ бәрін қарап, жаңа билаулары бар, алатындарын алып, қайтадан ауыстырып, олардың бәрі өте үлкен жұмыс болды. Сол себептен бұл жерде бір азаматтардың үйге барам деген бізде ой болған жоқ ол кезде. Біріншіден мен осы жерде өзім басшылықта болғаннан кейін, өзімнің азаматтық борышым осы жұмыс болғасын, өзім жүрген екен қасымыздағы жігіттер бәріміз бір-бірімізге қарап осы жерде қолдау, көмек, осы жерден тамақ, осы жерден ас ішіп, алғашқы күндері біз бәріміз осында болдық. Ақтауда жолаушылар ұшағы құлады. Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша оқиға орнына 52 адам мен 11 техника жұмылдырылды. Әзірге жолаушылар мен экипаж мүшелерінің жағдайына қатысты нақты ақпарат жоқ. Апатқа ұшыраған әуе кемесі Бакуден Грознийға бара жатқан. Ұшақ Азербайжан Airlines авиакомпаниясына тиесілі. Ару, кеш тамағымыз жеберейік, папаларым бүгін кеш кеткен сияқты. Іңкәр! Кейін еске алған кезде, жайбарақат әңгіме кезінде сезіне алмаймыз ғой. Ал сол сәтті бастан кешірген дәрігерлер, өмірмен үнсіз күресіп жатқан науқастардың жанында болған реанимация қызметкерлерінің сол көздегі кешкен күйі, психологиялық жағдайы арнайы әңгімелеуге болатын тақырып. Жансақтау бөліміне түскендердің ешқайсында мысалы иесі ондай болған жоқ, бірақ бір-екі күнде уже алғашқы келген жағдайы тұрақтап қалған науқастарды біз аппараттан өкпені жасанды желдету аппаратынан алып, сол кезде сұхбаттасқан кезімізде енді олардың былай айтқан әңгімелері, олардың қандай жағдайда болғаны, бірақ мына жүрегіңе өте қатты ауыр тиеді. Қасындағы бір-бірінің туыстарын, болмаса қасында отырған балаларын іздеп, бізде бір Лайла ханым деген осында науқасым болды. Оның қасында біздің қаракөз бір бала болған екен, қасында отырған. Сонда бірінші жағдай басталғанда ол айтады, жаңа ішінде келе жатқанда әуе бірден жоғары көтеріліп, төмен түсіп, осылай қиын жағдай болып жатқан кезде сол қасындағы баланың жаңағы сол кісіден көмек сұрағаны, ол оянған кезде бірінші сол баланы сұрады, сол бала бар ма, қайда екен деген сондай. Ол сұрақты қойған себебім оянғанда қолдарында көгерулер болды қатты, бір немен қысқандай. Соны сұраймыз ғой енді, мына неден болды екен? Сол кездегі айтып берген әңгімесі, қасында отырған бала қорыққаннан қолын бәрін қатты қысып тастаған екен. Жаңағы айтқан сөздері соның құлағында есінде қалып қойғаны, жаңағы апа мені құтқара қойыңызшы деген сияқты, көмектесіңізші, қатты қорқып сол кездегі сондай жағдайларды айтып берді бізге. Өкінішке орай ол баланы енді біз бәрі жақсы, ол бала бар деп жылы жауып қойдық. Негізі өкінішке орай ол бала бізде қайтыс болған екен. Алғашқы тәуліктің арпалысынан соң реанимациядағы жағдай тұрақтала бастайды. Бойдағы діріл, ойдағы алаң басылғаны өз алдына. Оның үстіне Маңғыстауға өз азаматтарын алып кетуге шетелдік дәрігерлер келген. Жүктің ауырын солар да жеңілдеткен. Бізге осы өздерінің науқастарына Ресей мемлекетінен, сосын Азербайжан мемлекетінен көп дәрігерлер келіп жатты. Бірақ енді олардың Ақтау дегеннен кейін
ойлады ғой деймін, шалғай жатқан бір осындай аурухана, біз барып көп ол жерде жұмыс жасаймыз, көмегіміз керек деп, олар өздерімен бірге өздерінің жаңағы медициналық құрал жабдықтарымен алып келген. Бірақ ол кісілер бізге келген кезде осы жансақтау бөліміне кіріп, сосын біздің жігіттердің жасаған жұмыстарын көріп, өздері таң қалды. Барлық нелерді біз өте кейінгі жоғары үлгідегі біздің осы науқастарға керекті аппаратураларымыздың барлығының бар екенін көріп, олар бізге қайран қалып, таң қалып, біздің жасаған жұмысымызға таңданып, бір жағынан өздерінің жылы лебіздерін айтып, қандай керемет барлық заттар жасалып тұр. Біз жасайтын ешқандай зат қалмаған екен, науқастарымыз тұрақталған екен, жай біз алып кетуге дайынбыз деп, сол кезде өздерінің де бір жақсы сезімдерін білдіріп кетті. Меня зовут Осипов Алексей Владимирович, я директор Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. По поручению президента и министра здравоохранения Российской Федерации мы эвакуируем 9 идентифицированных граждан Российской Федерации. 4 из них находятся в тяжелом состоянии, стабилизированы. Нам хотелось бы выразить огромную благодарность казахстанским медикам за оперативную, слаженную, максимально грамотную работу, которая позволила сохранить жизни нашим пациентам. Енді бізді не десе дейсің, бірақ ондай жағдайда Маңғыстаулықтар кім екенін көрсетті. Өкінішке орай енді орын алды, қайтеміз. Бір жағынан мақтанасың іштей, осындай жерлестеріміз бар деп. Оның алдында да әртүрлі жағдайлар болып білесіздер, көрші облыстарда. Сол кезде де біздің маңғыстаулықтар бейжай қарап отырған жоқ. Бүкіл ішкен асын жерге қойып, сол жаққа қарай кетіп қалып, осында Маңғыстауға алып келіп, үйлерінде орналастырып, барымен бөлісіп деген сияқты пана беріп. Айтамыз ғой енді маңғыстаулықтар көршісінің қабырғасы қайысып, жүрегі сыздаса, нанында қанында өтіп берген маңғыстаулықтар деп. Расында да қанын бөліп берді ғой енді. Ешкім міндеттеген жоқ. Біз өзіміз таң қалдық. Әшейінде іздеп кетесің ғой. Бұл жерде өзіміз таң қалдық. Ана адам кезектің шеті көрінбейді дейді. Табиғаттың беріп қойған бір санамызға сондай бауырмалдық қасиеті деп айтадым ба? Ұлтына, дініне қарамастан біз маңғыстаулықтар көршісінің, басқасының қабырғасы қайысып жүрегі сыздаған кезде нанын да бөліп бере алатын, қанын да бөліп бере алатын халық екенін дәлелдеп көрсетті. Облыс әкімі айтып отырған мәселе расымен де бүкіл Қазақстанның, тіпті шетелдіктердің де жүрегін елжіреткен жағдай еді. Апат болғаннан кейін ең қажет нәрсенің қан екенін білген маңғыстаулықтар облыстық қан орталығына ағылған. Облыстық қан орталығы әдетте таңғы 8-ден түскі 11-ге дейін ғана қан қабылдайды. Алайда сол күні есепсіз келіп жатқан халықты көрген орталық жұмыс күнін ұзартып, қас қарайғанша донор қабылдауды жалғастыра берген. Орталықта қан қоры жеткілікті еді. Оның үстіне Астанадағы орталықтан да қан материалдары келіп, қорымызды молайтқан. Бірақ біздің маңғыстаулықтардың ерекше мейірімі, бауырмалдығы, азаматтығы, адамгершілігі қан орталығына жетелеп келіп тұрғанда халықтың меселін қайтара алмадық дейді орталық қызметкерлері. Интернет желісінде апат болды деген хабар тарағаннан бойдан бізде сол күні 300-ден астам донорлар уже тізіліп бастады. Өздері дүгінен келіп, біздің шақырған тұрақты донорлар емес, ал өздігінен келіп көмектесейін. 18 жасынан бастап донорлар, және 60 жасқа дейінгі сондай үлкен кісілерге дейін бәрі бір тұтас болып келді. Және де ондай сабыр сақтап, тыныштық сақтап, ондай шуламай тізімде тұрды. 300 адам болғанмен де
бір он шақты адам тұрған сияқты болып сезілді де, себебі бәрі енді көмекке келген соң тыныш сақтады, көмектесейік, қол ұшымызды берейік деп. Білдік біз алдын ала, осылай бізге көп мөлшерде қан керек болады, болмаса жаңағы плазмасы керек болады. Бірақ ол кезде бізде ешқандай да кедергі болған жоқ. Қан орталығының қызметкерлеріне де көп рахмет айтуға болады. Бізде кімге қанша дозада қан құю керек, бізде ешқандай оған іркіліс болмаса кедергі болған жоқ. Керекті қан топтарын керекті мөлшерде өте тез тауып жеткізіп беріп отырды. Қан ағзадағы тіршіліктің қуаты, бойдағы жылу, жүректегі дүрсіл, көздегі от, бәрі сол құдіретті қызыл сұйықтықтың жұмысы. Бір адам өз бойындағы осынау өмір қуатын екінші адамға, бейтаныс адамға бөліп бергенде әлемдегі ең теңдессіз мейірім жүзеге асады. Бұл жанашырлықтың, адамгершіліктің, гуманизмнің биігі. Ал дәл осы ғажайыпты іске асыратын абзал жандар қан орталығының дәрігерлері. Апат айтып келмейді. Дәл осындай төтенше жағдайларда халықтың санасы, мемлекеттің мүмкіндігі сыналады. Апат салдарымен күресу, зардап шеккендерге көмек көрсету кезінде елдің елдігі байқалады. 2024 жылғы ұшақ апаты кезіндегі Маңғыстау дәрігерлері көрсеткен ерлік Қазақстанның денсаулық сақтау саласының абыройын аспандатқан ерекше іс болды. Маңғыстаулық дәрігерлер мен медицина қызметкерлері жоғары кәсібилік пен жауапкершілік танытып, жан-жақты тексеруден өткізіп, қажетті мамандарды тарта отырып, медициналық көмекті үздіксіз ұйымдастыруының арқасында апатқа ұшыраған азаматтардың басым көпшілігі аман қалды. Олардың қатарында Азербайджан, Қырғызстан, Ресей Федерациясының азаматтары да болды. Сонымен бірге ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығының мамандары менен мобильді бригадалары оқиға орнына жедел жетіп, құтқару жұмыстарына белсенді қатысты. Апатқа ұшыраған азаматтардың барлығына уақытылы және сапалы медициналық көмек көрсетілді. Біздің отандық дәрігерлер халықаралық стандарттарға сай медициналық көмектің үздік үлгісін тағы бір мәрте көрсете білді. Бұл қайғылы оқиға тек Қазақстан мен Азербайджан үшін ғана емес, бүкіл әлем үшін ауыр қасіретке айналды. Миллиондаған адам қаза тапқандар үшін қайғырып, зардап шеккендердің тағдырына алаңдап, бақылап отырды. Бүкіл әлем Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесінің жоғары дайындығы деңгейін, дәрігерлеріміздің, санитарлық авиация қызметкерлерінің, жедел жәрдем бригадалары менен құтқарушылардың және барлық шұғыл қызметтердің кәсіби біліктілігінің көрді. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың және Азербайджан Республикасы басшылығының құтқару операциясына қатысқан азаматтарды мемлекеттік наградалармен марапаттауы олардың еңбегіне берілген жоғары баға әрі халықтың шексіз алғысының белгісі. Бүгін медицина қызметкерлері күні қарсаңында осы оқиға кезінде кәсіби борышына адал болып, адам өмірін сақтап қалу жолында аянбай еңбек еткен барлық дәрігерлерге, мейіргерлерге, санитариялық авиация қызметкерлеріне, жедел жәрдем мамандарына және денсаулық сақтау саласының барлық өкілдеріне, оның ішінде менің Маңғыстаудағы әріптестеріме ерекше ризашылығымды білдіремін. Мен жеке ойым бұл ең бірінші кәсібилік деп ойлаймын. Өйткені бұл бұндай көмекті біздің дәрігерлеріміз, фельдшерлеріміз, медициналық қызметкерлеріміз күнделікті көрсетіп жатыр. Әуе апаты біз үшін шынымен де сондай резонансты жағдай болды өзімізге де, бізде білмей қалды. Бірақ бұл жерде ең бірінші біздің қызметкерлеріміз кәсібилігін көрсете білді. Сасқалықтан жоқ, және де нақты не істеу керек екенін сол жерде көрсетті, және де өз шеберлігін көрсете білді. Салсынан менің әріптестерім өте әдемі жоғары деңгейде өтті. Оны әлем жұртшылығы, Қазақстан қоғамы мойындады. Бұл Маңғыстаулық дәрігерлер антын адал екен деген өте әдемі әңгіместік. Бұл әңгіме тек қана дәрігер қауымында емес, елге де ортақ әңгімеді. Өйткені сол уақытта бүкіл ел соған тілекші болды. Өте көп адамдар барды қан тапсыруға. Сонда қарасаңыз, бейтаныс адамдар, негізінен басқа республика адамдар, бастары қатерге төнген адамдардың жағдайына көмектескісі келіп, бар ынты-шынтыменен. Бұл жалпы әлемнің бар жерінде болатын нәрсе, болуы мүмкін нәрсе. Бұл Қазақстанның келген жерінде де осындай
жағдай туса, ел дайындыққа әзір деп ойлаймын. Дегенменен, дәл сол Маңғыстауда дәл солай болып бүкіл қоғам бірігіп, сол бір қиын жағдайға көмектесуге қарлығаш көмегін созып жатса, меніңше оның бір түйткілі жердің қасиеттілігін жатыр деп есептеймін. Қазақтың қай жері де қасиет болып саналады. Мен оған ешқандай күмәнім жоқ. Бірақ Маңғыстау жері әуелден де 362 әулиелі жер деп бекерден бекер айтылмаған. Бүкіл мұсылман әлеміне үлгі боларлық Бекет ата ол Маңғыстау жерінде тууы, ол жайдан жай емес. Қасиет жерден қасиет болғаннан туады. Сол Бекет атаның бағытына сәйкес келіп, сол бағытта жүре алатын тұқым туылған ғой. Сол тұқым мінекей, сол бір топ адам бейшара күйге түскен кезеңде соған жәрдемге ұмтылды. Сол жәрдемі діттеген жерден шығып, сол көптеген адамдар аман қалды. Олар өздерін Маңғыстау жеріне, Маңғыстау дәрігерлеріне, жалпы Маңғыстау жұртшылығына олар қарыздармын деп өтеді. Әрқашан біздің елдің тілегін тілеп жүреді. Құлаған ұшақта Әзірбайжан, Ресей, Қырғыз Республикасы және Қазақстан азаматтары болған. Апат орнына алғаш жетіп тірі қалған азаматтарды шұғыл құтқарған қарапайым маңғыстаулықтарды, қан орталығына ешкімнің шақыруынсыз келіп кезекке тұрып қан тапсырған ақтаулықтарды, ақпарат көздерінен көрген Әзірбайжандағы бауырлас жұрт ерекше ел жүреулі. Сол тұста Бакуге барған қазақ туристер жергілікті халық тарапынан ерекше ықыласқа ие болып, құрметке бөленгенін де білеміз. Әр Әзірбайжан азаматына ерекше әсер еткені қазақстандық бауырларымыздың құлаған ұшаққа қорықпай кіріп, тірі қалған адамдарды сыртқа алып шыққаны, үлкен апатқа жан жүрегімен бірге күйзелгені, қиындықты бірге еңсеріскені. Менің ойымша, шын жақындықты, халықтардың туыстығын осындай қиын сәттер танытады. Қазақ халқының сондай бауырмалдығын көрген әр Әзірбайжан көзіне жасалды. Апат аймағын көрген әр қазақ көзіне жасалды. Біз сол кезде бірге жыладық, бұны сөзбен түсіндіре алмайсың. Бұл Қазақстан мен Әзірбайжан халықтарының туыстығын, тұтастығын, бауырлас жұрт екенін әлемге әйгілеген жағдай болды. Құдайым енді бұндай қайғыдан аулақ қылғай. Қазақ бауырларымызбен жақсы сәттерде жолығып тұрайық. Әлбәттә ки ağırdı insanlık. Бұл оқиға Әзірбайжанда ғана емес, көптеген әлем елдерінде кеңінен талқыланды. Апат болғаннан кейінгі қазақстандық құтқарушылардың, қазақстандық дәрігерлердің ерлігі мен кәсіби шеберлігі туралы сан рет айтылды. Мен бүгін сол абзал жандарға қызметтік міндет пен адами жанашырлықтың озық үлгісін көрсеткен азаматтарға тағы бір мәрте рахмет айтқым келеді. Қазақстандық дәрігерлердің біліктілігі, қазақстандық медицинаның жетістігі мен ауруханалардың жабдықталуы апаттан кейінгі жағдайды барынша жеңілдетті. Бұл Әзірбайжан ақпарат құралдарында сол кезде көп айтылды. Егер сол күні, сол сәтте сондай шұғыл, сондай шебер медициналық жәрдем араласпағанда, адам шығыны бұдан әлдеқайда көп болар еді. Мен Әзірбайжан халқының перзенті ретінде апат салдарын жеңілдеткен барша қазақстандық бауырларыма, қазақстандық дәрігерлерге бас иіп алғыс айтамын. Өмірдің күрделі формуласы жоқ. Жақсылық пен ізгіліктің жауабы құрмет пен ілтипат. Басына қиындық түскен азаматтарға жан тәнімен жәрдем қылған халықтың алғаусыз ниеті дәл сондай жауапқа лайық. Нағыз дәрігер, диагноз қоятын маман ғана емес, үміт сыйлайтын адам. Оның мойнындағы жауапкершілік жүгі тым ауыр. Ол алдындағы науқастың ғана емес, сол науқастың артындағы бүкіл отбасының, жақын жандарының үмітін арқалап жүреді. Іңкәр, Ау, пап. қызым сумкаңды алып бере қойшы. Рахмет. Пап, бүгінгі кездесуге келесіз ғой, ә? Әрине келеміз жаным.
алдымызға келген науқасты, мысалы алып келген, еміздеп келген адамды өз науқасынан айықтырып, өздерінің отбасына, жанұясына аман есен қайда жеткізу сол біздің парызымыз. Парызын бәрінен биік қойған, абыройы мен арын сақтаған, кәсібін кәміл меңгерген, антына адал, абзал жандар, Маңғыстау дәрігерлеріне мың тағзым.